Баршаңызға қайырлы күн достар, сіздермен мөлдір. Бүгін сіздерге ерекше дәмді, әдемі болып шығатын сникерс пирогының рецептісімен бөлісетін боламын. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Бізге қажетті жұмыртқа, сары май, қант, ұн, қопсытқыш және какао керек. Ең алдымен ұнымызды, какао және қопсытқышымызды илектен өткізіп аламыз. Оның үстіне бөлме температурасындағы сары майды салып, крошки дайындаймыз. Қант, жұмыртқа салып, жұмсақ қамыр илейміз. Иленген қамырды салафанға салып, 15-20 минутқа демалдырып қоямыз. Сол аралықта салмасын дайындаймыз. Салмасына творог, қаймақ, творожный сыр, қант, жұмыртқа салып, барлығын бір келкі масса болғанша жақсылап араластырамыз. Қамырымыз біздің дайын болды. Осындай арнайы формаға жайып дайындап қойдым. Бортиктерін шығарамыз. Салмамызды құямыз. 180 градус қызып тұрған пеште 30-35 минут пісіріп аламыз. Піскен, суыған пирогтың үстіне ганажын құямыз. Бұл жерде арахис пен шоколадты ерітіп микроволновкада немесе водяной ваннада ерітсеңіздер болады. Сосын тоңазытқышқа 15 минутқа, 20 минутқа қойып аламыз, қатырамыз. Өте дәмді, ерекше пирогтардың бірі. Міндетті түрде жасап көріңіздер.